Ассалаумағалейкум бауырлар. Футболдан әлем чемпионатының финалы Аргентина Испания арасындағы ойын аяқталды. Өкінішке орай Аргентина ұтылып қалды. Мен өзім футболды өкінішке орай деп отырғаным, мен өзім футболды Роналду мен Месси үшін көретін адаммын. Бұлай футболдан қатты хабарым жоқ. Бірақ осы екі жігіт үшін мен қараймын футболды. Осы әлем чемпионатында осы екі жігіттің Аргентина мен Португалияның ойынын қарап жүрген болатын. Мен басында қиялданғам, мына екеуі финалға кеп бір-бірімен түссе ема, бір жағынан екеуін қимай финалға кеп қалса, бәрібір біреу жеңілу керек болады. Әттеген-ай деп жүрген болатын. Бірақ оған Португалия ертерек ұшып кетті. Енді үміт мына Мессиде бірдеңе қылып жеңсе екен деп үміттеніп жүргем. Бірақ болмай қалды, ұтылып қалды. Енді бір әттеген-ай дейтіні, Роналду мен Мессидің екеуінің соңғы нелері ғой, бұл да әлем чемпионаттары ғой да. Білмеймін, енді осыдан футбол көрем ба, көрмеймін ба. Сол. Енді мен жаңа айтып отырмын, Месси мен Роналду үшін көрем деп. Аргентина жеңсе екен деп. Бүгін үміттендім. Бірақ жаңағы Испанияға ешқандай нем жоқ. Әдемі ойын болды. Негізі бұл Испания мен Аргентина арасындағы ойын қай десем болады. Негізі уақытта 90 минутта гол болған жоқ. Басқа ойын болса мен ұйықтап қалатын едім. Мынандай гол болмайтын ойындарда бір эмоция болмаса менде ұйықтап қалам да. Бүгінгі мынау финал болғаннан кейін, одан кейін Аргентина Месси ойнап отқаннан кейін маған өте қызық болды да. Гол болмаса да өте уайымдап көріп оттым да. Міне. Содан мынаны түнге дейін көріп шықтым. Жаңағы ойынға келетін болсақ, негізгі 90 минут бар ғой. Аргентина мүлдем, қателеспесем мүлдем мына Испанияның қақпасына доп тиіп алған жоқ, Допты Испания көп алып жүрді. Одан кейін мына Аргентинаның қақпасына көп соққы жасады. Бір 10 шақты соққы жасады. Бір 10 шақты соққы жасады ау. Испания. Содан қорыққам мен. Үсті жүріп, бір леп болсын қосап кетеді деп қорыққам мен. Бір жағынан мен бұлай ойладым. Аргентина әте осылай ұстап тұрып, соң жағынан барып гол салып кетіп кете ма деп, тактикалар ма деп ойладым да. Бірақ енді бір жағынан қарап отырсам, мүмкіндіктер болмаған сияқты да, жаңағы Испанияға қарай, қақпасына қарай теуге нетуге деп отырмын. Дөрекі ойын болды, байқаған шығарсыздар. Өте дөрекі ойын болды. Бастала сағаннан бастап дөрекі ойын болды. Мына төреші негізгі уақыт 90 минуттың алдыңғы жағында, 45 минутында, алдыңғы жартысында кішкене көз жұма қарады жаңағы. Анау майда шүйде дөрекі ойнағандарға. Екінші таймнан бастап жаңағыларды жазалай бастады да, тәртіп бұзғандарды. Сөйтіп жүрген кезде Мессидің командасынан біреу қызыл алып қалады ғой. О жарықтық бұның алдында сары алған екен да. Біреуді тұрады да, қағып, айландырып түсіреді ғана байқұсты. Мұнау сары қағаз алмаған күннің өзіне мұнау үшін қызыл алып кететін еді да. Сөйтіп қызыл алып қуылды. Анадан кейін мен тіпті вайымдадым. Мәні қиын болды деп. Енді бірдеңе қып. Сөйтіп негізгі уақытта бұлар есеп ашылмады. Экстра тайм қосылды. Сода ойнады. Сол кезде мен ойладым. Енді бірдеңе қып бұл Аргентина Мессилар пеналтиға дейін алып барса екен деп. 10 адам болды ғой. Мына Аргентинаның қақпашысы өте андай адам да. Бұл пенальти болған кезде пенальтидан теуетін топшылар бар ғой, соларға өте психологиялық қысым жасай білетін адам екен да мынау. Теу алмай қабатады екен да. Содан бір үміттендім, бұлар қазір осы 0-0 есепті ұстап бірдеңе қып пенальтиға барады. Сол жақтан алып қояды ау деп отырғам, бірақ оған келдірмеді Испания. Кім деді? Торрен Перес деді ма бірдеме? Алды да бір гол сылқ еткізіп салды да кетті ғой.
Ана голдар әдем болды Испанияның. Бір қара жігіт аяғының артымен әдем пас шығарып кетеді ғой, ананы көру керек, ананы сөзбен айта алмаймын. Әдемілеп өшесімен шартын айту, артқа пас шығарып кетеді, өзі екпінмен жүріп кетеді. Артындағы адамға пас беріп үлгеріп кетеді ғой. Анау тұрады да былайына қисайып тұрып дейді ғой, қайшылап тұрып салып кеткізіп салды да кетті. Сөйтіп жеңіске жетті. Сол осы экстра тайм бар ғой, соң жағынан Аргентина кішкене қысымды күшейтті да, кішкене шабуыл жасап нетті. Сол басында кішкене солай қатты ойнау керек пе еді деп ойлап тұрмын да. Испания не болды? Гол болмаса да әйтеуір қақпаға пытырлады, теуіп жүріп, ақыры бір гол салып кетті да. Сол жалпы. Менде дейтін андай жоқ қой. Месси мен Роналду деп отырмын ғой, екеуін біреуін таңдайсың, таңда десе, таңдамаймын да. Былай да мына, сен екі балаң болса, екі балаң бар, екеуін қайсын жақсы көресің десе, мынаны қаттырақ жақсы көремін деп айтпайсың ғой, екеуін бірдей жақсы көресің ғой. Сондай да бұл жерде Роналдуды да, Мессиді да ұнайды да маған ойындары. Сол жаңа екеуін біреуін ет деген ондай жоқ. Роналду, Месси де. Осы жігіттер үшін көргенмін әлем чемпионатын. Роналду ұшып кетті, одан кейін мына Мессиде үмітім болған. Аламай кетті енді. Болды ғой енді, бұл жігіттер де келесі әлем чемпионатына қатыспайды ғой да, жастар да келіп қалды. Қысқасы әдемі ойын болды, жақсы.